бір қызығы бұл жерде бір емес 20-ға жуық шайдың түрлері бар. Ал біз қазір дәмін көреміз. Бұл шайдың аты не деп аталады? Бұл менің авторлық шайым Орео. Бұл бізде хит болып жатқан матча чай. Матча чай. Японский классика деп аталады. Осыдан 5 жыл бұрын Бижамал ханым ұлына аяғы ауыр болған кезде 30 мың теңгеге тоқтамай бабл ти ішіп, бұл салада ақша бар. Бұл шайды өзім де дайындап іше аламын деп ашылған кәсіп екен, иә? Жеке баспанамды осы бабл тимен алдым. Мен келіп едім, мұнда өте тұтынушылар көбейе бастаған сияқты. Менің аяғым жалпы құтты. Здравствуйте. Жоқ, мен сатушым қым құрып қалды, бір стаканды алып қалды деген менде ой болмайды да. Жаман ойламайсыз. Жаман ой бойламағаннан кейін олар тіпті от души болады маған. Кассада кейде отырып есептеген кезде вообще кем шықпайды ғой, таң қаламын соған. Демек, бұл адалдық сіздің де ойыңыздың және сатушыңыздың да сондай бір сізге деген алғысы шығар бәлкім. Бикештер бизнесі бағдарламасы осы күнге дейін талай кәсіптің тағдырын талқылап келеді. Ендеше осындай көшеде орналасқан кішігірім дүңгіршектердің табысы қандай? Бұндай кәсіпті ашу тиімді ме? Және қазір көптеп танымал болып жатқан бабл ти шай өнімдері қаншалықты өтеді? Осы тақырып төңірегінде бүгін Шайпай дүкеніне келіп қалдық. Ауғали Бижамал ханымның кәсібін талқылайтын боламыз. Ендеше кеттік. Сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай? Бижамал ханым, сізге келдік. Бикештер бизнесі бағдарламасы сіздің бүгін бабл ти дүкеніңіз жайлы әңгіме дүкен құрып, көрермендерімізге жалпы осы кәсіпті таныстырып берсек деп отырмыз. Жақсы. Бижамал ханым, қанша уақыттан бері Шайпай өнімдерімен айналысасыз? Мен осы бабл тимен айналысып жатқаныма 5 жылдан асып бара жатыр. Өзіңіздің авторлық шайларыңыз бар, және бұл жалпы қайдан келген кәсіп? Бұл бабл ти жалпы Қытайдан келген кәсіп. Мен өзім 2020 жыл ашып бастадым. Алғашқылардың бірі болып бастағанмын. Қазір енді бізде өте жақсы дамыған бизнестер қатарында. Шайпай деп атын не үшін қойдыңыз? Бұл қайдан келген идея? Шайпай деп қоюдағы себебім мүмкіндігінше қазақшаластыру болды. Өйткені бізде бұл атауларда қазақшаға ешкім аудармаған, өзінің бәрі бабл ти күйінше айта береді да. И болмаса бір брендтердің атымен айтады. Оны тоже брендтің атын жаңағы Бижамал деген сияқты айтады да олар. Соны бабл ти деп айтқан сияқты айтады. Соған қазақтарға жақынырақ болсын деп Шайпай деп қойған. Шайға міндетті түрде қасында бірдеңе жүреді ғой, соларды түбіндегі жемшігін шайнап жесін деп пай деп қойдық соны. Өте жақсы. Қанша түрлі шай бар сіздерде? Бізде меню бойынша 20, жазғы күндері 25 түрлі шайлар шығады сусындар. Біз осы күнге дейін өзіміздің бағдарламамызда кәсіптердің тәуекелдері жайлы жиі айтып бастаймыз. Яғни қандай рисктар бар? Бұл кәсіпті ашқанда қандай плюс, қандай минус бар? Айтып беріңізші. Минусынан бастасақ, минусы жақсы істесеңіз жақсы ақша табасыз, істемесеңіз таппайсыз ғой сол минус. Бүкіл жерде сол. Плюстары енді мен өзім осымен жеке баспанамды осы бабл тимен алдым. Кәдімгі қаланың ортасы болмаса да шетінен өзімнің үйімді осы бабл тимен алдым мысалға. 5 жылдан бері өмір сүріп келе жатырмын. Одан басқа енді тек осымен өмір сүріп келе жатқаннан кейін жаман деп айта алмаймын да. Жақсы істесең жақсы, таза істесең, адал істесең жақсы ақша табылады деп. Алматы қаласында бәсекелестеріңіз өте көп. Қазір енді қытайлық брендтер жаулап жатыр, өтірік емес. Солардың арасында күн көру қалай болып жатыр? Жақсы болып жатқан жоқ, шын айтамын. Енді бұлардың арасында күн көріп жатырмын. Я басында менде де кәдімгі паника ұстадым. Және 300, 500, 600 теңгемен олар нарыққа кіріп келген кезде менде бірден менюді арзандату деген ой болды. Бірден арзандатам деп меню жасатуға барып, сол жерден қайттым. Жоқ, мен не үшін арзандатам? Қалтамнан кетіп қалатын болды. Арзандататын болсам, менде натуральный заттар не үшін арзандатуым керек? Бағасына қарай, материалы дедім де, бағамды наоборот қостым содан кейін. Сіздікі сапа ғой. Сапаға жұмыс жасадым. Дәмін татып көрген адам қайта айналып келеді. Жалпы салыстырады ғой бізде де. Менің де сізге бір кеңесім, бәсекелестер өте көп болған саланы бағаны төмендетпей, керісінше өзіңіздің бағаңызды ұстап тұрып, сапаға қарай жұмыс істей беру керек сияқты. Енді әрине күн көру оңай емес. Өйткені қаншама клиент, қаншама тұтынушы бәсекелестерге кетіп қалады, бағаға жүгіріп. Бірақ түбі сапа жинайды. Келеді. Бәрібір де бір қолында ұстап келеді, және 600 теңгелік бабл тиді менен алады 1700 теңгеге.
бәрібір де лучше. Құнын Салыстырып көтереді отыр, дейді. Талай осы жерде, талай солай сынап Енді келетіндер бар. Бижамал ханым, өзіңіз де білесіз, кез келген кәсіпте бәсекелес бар. Кез келген жерде салыстырамыз. Біреу бағамен, біреу сапамен ұтып жатады. Бірақ бағамен ұтқан ол ұзаққа бәрібір бармайды. Демек, бұл салада енді сіз 5 жылдық тәжірибесі бар маман ретінде. Қазір басқа да қалалардан ашылған, иә? Қанша қалада қазір сіздің филиалдарыңыз жұмыс жасайды, иә? Соны санауды да ұмыттым. Негізі До болды, Тараз, Шымкент, Талдықорған, Өскемен, Астана. Мен ұмытып қалдым, Ақтөбеде бар. Қазақстанның біраз қалаларында бар. Балқашта бар, 7-8 қаласында бар. Менің атымнан уже. Шайпай басшылық жатыр. Менің оқушыларым. Сіздің оқушыларыңыз. Сіз оқытасыз ба бұл шайды дайындау бойынша? Иә, өзім оқытып, үйретіп, қыр-сырына дайындап, практикасын жасатып шығарып саламын. Жақсы. Енді біз кішкентай дүңгіршекті көріп тұрмыз. Бұл жерде квадрат метр қанша? 15 квадрат метр. 15 квадрат метр. 15 квадрат метрдан ашуға болатын кәсіп, иә? Даже 4 квадрат метрден ашуға болады. Жақсы. Қанша уақытта ақтайды өзін бұл кәсіп? Ол енді сіздің тұрған жеріңізге байланысты. Келіп кетушілер саны көбейген сайын, сіздің тактикаңызға да байланысты деп айтамын. Бір 3 ай ары кетсе, бір 3 айдың көлемінде, иә? Жалпы өзіңізден қазір келіп обучение алып жатқан шәкірттер бар ма? Дәл қазір жоқ, бірақ өткен айда ғана алып кетті. Нәтижелері қалай? Өздерінің кішкентай кондитерлік дүкені бар, соның қасына қосып ашып жатыр. И жәнегі ақшаның кіріс көзін екі еселеніп жатыр ғой, оларда бұрынғы бар бизнестің қасына жаңа өнім қосып, табыстары жақсы қазір. Жақсы. Бағаларыңызға тоқтала кетейікші. Мына жерде біз менюді көріп тұрмыз. Бағалар менде 1500 теңгеден басталады. Бағалар 1500 теңгеден басталады. Бәсекелестермен салыстырмалы түрде 2 есе қымбат. 2 есе қымбат. Енді бұл жақта сізде қазір пайда қалай болып жатыр? Айына, егер жасырмасаңыз, көрермендерімізге айта аласыз ба? Айына қанша табасыз? Шамамен. Тура осы дүкеннен жаз айларында таза бүкіл налогымен қосып жауып салған кезде 1,200,000 қалтаңа жақсы қалады. Таза пайда. Таза пайда. Ал енді бұл жердің шығындарына тоқтала кетсек, арендадан бастайық, қандай шығындар кетеді? Енді бізде көбісі ойлайды ғой, осындай кішігірім дүңгіршек ашсам, бірден айына 1,000,000 тауып аяқты аспанға көтеріп қойып жата беремін деп, иә? Оның да шығындары мен тәуекелдеріне тоқтала кетсек. Қандай? Арендаңыз бар алдымен. Нарықта бізде жалпы Алматы қаласында аренда баға қаншадан басталады? Мысалға мен ең кішкентай 4 квадрат точкамда 150,000 аренда. 4 квадрат. Осындай ғана жер. Мына жерде мысалға 400,000, 15 квадрат. 400,000 теңге, 15 квадрат. Жақсы, аренда кетеді, одан кейін сатушыңыз? Сатушы, минимум 250-300 жалақы. Жалақы. Күндегісін алады. 300-400-ге дейін барады. Жақсы. Ал өнімдер? Өнімдер Қытайдан алдырамыз таза. Енді оған қатты кетпейді, бірақ бәрібір де ол шығын болып саналады. Әрине? Енді жалпы ақтай ма кәсіп? Шынын айтқанда, кассаға таза 2,5 миллион кіріп тұрса, 1,300,000, 1,400,000 тап-таза өзіңе қалады. Өзіңіздің қолыңызда қалады. Бүкіл жәнегі налогыңмен, шығыныңмен, сатушыңмен деген сияқты барлығы шығарған. Жақсы. Енді мына жерде шайларыңызға қарай өтейікші. Аттары да өте күшті. Енді өздеріңіздің авторлық шайларыңыз бар, білуімше, иә. Қыс мезгілінде шайлар, енді мұнда көбінше суық шайларға тапсырыс көбейеді ғой жаз мезгілдерінде, ал қыста қалай шығасыздар? Бізде әдеттегідей сүтпен шайлар қыста, жылыда, ыстықта шыға береді. Өйткені бірінші жыл қыста отырған жоқпын, биыл алла берсе 5-ші жыл қысты өткізейін деп жатырмын. Жақсы, наоборот, қыста да адамдар көп тұтынады. Керісінше мороженое жегісі келген адамдарға жақсы әсер береді да бұл. Мороженейдің орнын басады дейсіз. Иә, қыста соның орнын басады. Ыстық мороженое да. Ендеше бізге 1-2 шайыңызды дайындап көрсетсеңіз, біз оператор екеуміз сіздердің шайларыңызды бағалайық. Бұл не деп аталады? Жемчуг. Жемчуг, иә? Сізде жемчугтарыңыз тапиоки. Білуімше, енді бұл қайнататын аппараттың өзі неше түрлі бөлінеді, иә? Иә.
Сіздікінің айырмашылық ерекшелігі жемчугтарыңыздың дәмі басқаша да? Иә, менікі қайнатылады. Аха. Вот витінің өзі. Қайнатылады ең бастысы. Және тростниковый сахармен қайнатылады, қызық жерде. Сироп емес, тростниковый сахарда қайнатылады. Былай айтқанда табиғи түрде жүзеге асырылады. Тростниковый сахар деген ең пайдалы сахар, иә. Бұл шайдың аты не деп аталады? Бұл менің авторлық шайым Орео. Бұл жерде жұрттарда кәдімгі Орео сүтпен шығады, менде просто тайский қызыл шаймен шығады. Яғни жүректі айнытпайды. О, түрінің өзі қандай, иә? Иә. Ішкен сайын кәдімгі шөліңді де басады, қарның аштығын тоқтарын тойдырады, иә. Тоқ береді, иә? Не деген вид, не деген түр? Логотипінде. Мынау Рет Орео. салқындатылған. Иә, бұл ыстықпен қатар жүре ма? Ыстығы да бар, тура осылай ыстықта жасауға болады. Мынау сонда Орео деп аталады. Құны қанша? Орео. 1590 теңге тұрады. 1590 теңге. Ред Орео деп аталу себебі сіз Қызыл арнайы шайдан қызыл шайдан жасалады. жасағаннан кейін, иә? Өте тамаша. Бұл бізде хит болып жатқан матча чай. Матча чай. Японский классика деп аталады. Антиоксидант. Негізі оригинал матчаның өзі адам денсаулығына өте пайдалы. Здравствуйте. Большой маленький? Два маленьких Орео, да? Комплект, да? Бір қызығы, бұл жерде бір емес 20-ға жуық шайдың түрлері бар, және Бижамал ханымның авторлық шайлары ешбір дүкенде қайталанбайтын, өзі арнайы рецепт, яғни мәзірін ойлап тапқан. Осындай керемет матча және Red Oreo шайларын сіздерге де ұсынамыз, келіп міндетті түрде дәмін татыңыздар. Сіздер ішіп жүрген bubble tea, шын мәнінде Бижамал ханымның bubble tea'нің қасында ол мүлде басқа екенін ішкеннен көздеріңіз жететін болады. Ал біз қазір дәмін көреміз. Ал жүрсін, сіз дәмін көріңіз, қайсысын таңдайсыз? Ореоны дәмін көріңіз, камераға қарап тұрып. Енді шынымен көрген көрермендер дәмін сізге қарап анықтайды. Былай ашып, бұрын соңды ішіп көріп педіңіз bubble tea? Жоқ, бірінші ішіп. Қош. Онда бүгін bubble tea-да жүрсін мырза. Жолы болып тұр онда. Иә, жолы болып тұр. Ең дәмді bubble tea ішіп көрейін деп тұр. Бұл ішінде жаңа қайнатылған жемчуг, ол таза табиғи түрде қайнатылады, жаңа өзі атап айтқандай. Бұл жерде краска немесе бір Сироп емес. Сироп емес, иә? Құрамы таза. Асты жылы болып тұрды, үсті салқын. Астындағы жемчугті жеген кезде күшті маринация. Приятный бір не шығар. Bubble tea деп ат айтып тұрғандай, бұл енді көпіршік шай деп аударылып тұр ғой. Ореоны да жаңағындай күшті шығып тұр, иә? комбо болып тұр ғой. Салқын ішкім келген кезде үстін ішіп алып, жылы ішкім келгенде астын жемесең болады. Және өз қолымызбен қайнатылған сироп. Сатылған, және краска қосылған, химикат қосылған сироп емес, өз қолымызбен дайындалған Таза сироп. Таза сироп. Мен енді Бижамал ханымның шайын дәмін бір емес бірнеше рет татып көргенмін, талай рет франшизасын сатылымына куәгер болғанмын. Сондықтан да бұл бірақ матчаны көрмеппін. Өйткені үнемі жетпей қалады. Әрдайым дайындаған кезінде осы матча бұйырмай қалады. Франшизада, иә? Иә, франшизада. Бүгін бұйырып тұр екен. Түсін қараңыздаршы. Қандай әдемі. Японский чай, антиоксидант. Арқылтып ма? Жоқ, антиоксидант болған кезде ол таза витамин ғой. Бізге кәдімгі пайдалы болып келді ол жерде. Жалпы бұл ешқандай зияны жоқ, керісінше пайдасы көп шай ғой. Өзінің түсі, өзінің түсі сондай. Араластырып жібереміз, иә, жер алдын. Араластырып жібересіз. Бұл жерге де сіз сироп қостыңыз ба? Жоқ, матчаның өзінің бір кисла, бір тәтті, сондай бір дәмі болады. Иә, өзінің бір. Сироп қосасыз, ешкім тәтті болып кетеді ол жерде. Мороженый дәмі шығады. Нәзік бір, сондай нәзік, тәтті және андай жүрекке тимейді. Күшті екен. Аспасын. Рахмет. Мекен жайыңызды айтып жіберсеңіз, қай жерде орналасқан?
Менде Жетісу 3, 25 чайпай бабыти біреу бар. Ақсай 5, 25, 3 сұңқарда чайпай бабыти біреу бар. Әзірге пока осы екеуі. Қазір 2 нүктеңіз жұмыс жасап жатыр. Жақсы. Осындай дүкенді оқыту, сіздің обучениеңіз, мынадай авторлық чайларды дәмді дайындау үшін обучениеңіздің құны қанша? Тек қана обучение болса, франшиза емес. Обучение миллион теңгеден Басталады. 1 миллион теңгеден басталады. Оның ішіне не кіреді? Оқыту барлық шайларды. И сіздің дүкен ашқаныңызға дейін барлық опыттармен тәжірибе жинағанша мен дүкенде бола аласыз. Сіздің дүкеніңізден тұтас практиканы өтуге болады. Практиканы өтуге болады. Жақсы. Ал сіздің франшизаңызды сатып алу қанша тұрады және ішіне не кіреді? Франшизаны сатып алғанда, франшизаны алсаңыз 2 миллионнан басталады. 2 миллионнан басталады әрі қарай. Енді пакетке қарай бөліне береді. Эконом, стандарт, VIP деген сияқты. 2 миллион теңгеге осындай бір кәдімгі логотип, дайын логотиптеріңізбен дүкен ала аласыз. Дайын менюіңізбен тура осылай. Меню дайындап бересіз. Дайын фартугыңызбен деген сияқты. Аты бар, аты дайын. бренд қалыптасқан, инста парақшада өздеріңіздің тұрақты клиенттеріңіз бар және аппараттарын барлық таныстырылады және сіз өнімді тікелей жеткізіп беру бойынша арада делдал бола аласыз ба? Аппараттарды өзімнен сатып аласыздар. Сізден сатып аласыз? Өзім тікелей Қытайдың заводынан алып беремін. Аппаратқа қанша ақша кетеді? Квадратураңызға байланысты, егер 10 квадрат мөлшерінде болса, 1,5 миллион, 1,6 миллион аппараты жеткілікті. 1,5 миллион, 1,6 мың, иә? Сізде мына жерде қандай аппараттар тұр? Бұл жерде сол 1,5 миллионның аппараттары тұр. Жақсы. Енді қазіргі нарықта осы бабл-тиді жасап жатқан өзіңіздің бәсекелестеріңіз бар, немесе сіздің франшизаңызды алған оқушыларыңыз бар. Қандай кеңес бересіз жалпы ары қарай да табысты еселеу бойынша? Өзіңіз, менің білуімше, сіз енді небір идеяларды қосып, тек қана бабл-ти емес, енді аты айтып тұрғандай шай-пай. Пайға не дайындап жатсыздар? Пайға енді қыс келе жатыр деп, жастардың жақсы көретін заттарын қосайын деп отырмын. Осы бір аптаның көлемінде жерге әкеп қоямын. Автомат өздері жасап жейтін. Автомат не жасап жейді? Қазіргі хит болып жатқан рамен деген сияқты заттарды өздері қайнатып, өздері ішеді. Жалпы бұл жасөспірімдер аудиториясы, иә, жастарға арналған. Және өте дәмді мотилар болды сіздерде. Мотилар бар. Бүгін бітіп тұр. Бүгін бітіп тұр. Енді мотилардың да дәмі өте керемет, бітіп тұруындай бар. Себебі өйткені тұтынушылар бірінен кейін бірі дәмін көрген соң келе береді. Және енді сізде франшиза әлде қайда қолжетімді екен. Қолжетімді. Өйткені біз өзіміз білетін көп осы нарықтағы бабл-тилардың ең арзаны 3 миллионнан басталады. Және оның ішіне ондай бір көп сіз сияқты мүмкіндіктер емес, тек қана обучение бере салады. Онлайн еще оларда. Онлайн бере салады. Жақсы, сіздің артықшылықтарыңыз сол. Офлайн. Ал клиенттерге сіздің тарапыңыздан қай жағынан ұтып тұрмын деп ойлайсыз? Сапа ол түсінікті. Және тағы. Мына шайларды біз басқа бабл-тилардан кездестіре аламыз ба? Кездестіресіз, просто жарты бағасына тура сол сияқты жарты краситель деген сияқты айтамыз ғой. Бірақ дәмі бөлек. Дәмі бөлек. Аты бірдей, түрі бірдей деген сияқты. Енді менің өзімнің ерекшелігіммен айтар едім, шыншылдық дейтін едім да. Бұл краскамен, жәнегі сироппен халықтың өзіміздің ұлтымыздың денсаулығын улауға болмайды. Ақша табам деп, олай істеуге болмайды деп өзімнің айтарым сол да. Кәсіпте қаншалықты адалсың, соншалықты үлкен болады. Адамға зияның тимеу керек та, ақша табу үшін пайдаң көбірек тисе, көбірек ақша табасың деп ойлаймын. Менің өзімнің ұстанымым сол еді. Сондықтан да өте көп сироппен сусындар жоқ менде. Әйтпесе сусынның түрі көп қой. Қызыл жасыл сары қоя берсең бола береді. Красканы қосып. Жақсы, тамаша. Бір адам тұрып, қанша шай дайындап үлгере алады? Мұнда бір-ақ адам жеткілікті ма? Кассаңызға байланысты 150 мың, 200 мың теңгеге дейін бір адам шамасы жетеді. Енді көбірек адам саны көбірек болса, 2-3 адам істесеңіз, күніне егер 500 мыңнан жоғары ақша табатын болсаңыз, 2 адам істеген дұрыс болады. Ал күніне қанша клиент келеді? Аз болғанда 50 адам ғой, аз болған. Аз болғанда 50 адам кіріп шығады, иә? Сіздерде доставка бар ма? Собой? Доставка бар. Собой жеткізіп бере аласыздар? Жоқ, өзіміз емес, кәдімгі бір. Яндекс? Яндекс емес, ана жерде Камкам деген бір компания бар, тоже. Қытайдан келген жас жігіттер, пысық. Тікелей үйіне жеткізіп беру? Өздері заказап, өздері алып әкеп береді ғой, әйтеуір. Инстаграм парақшаға тіркеліп, міндетті түрде шайлардың құрамымен танысып, өздеріңізде осы мекен жайға келіп, дәмін тата аласыздар. Мұнда стакандарға тоқтала кетейік.
үлкен, орташа және кіші, иә? Әлде Үлкен 0,7 және кішкентай 0,5 екі түрлі ғана. екі түрлі ғана бар, иә? 500 миллион, 700 миллион. Аха. Ал франшиза сатып алушыларға осындай бір ішіне өнімдер кіре ма? Жалпы не бересіз франшизаның ішінде? Енді обучениеңіз бір бөлек және олар ойбай стаканды қайдан алам, ана жемчугті қайдан табам, қалай қайнатам деп енді бастары қатады ғой. Сол сұрақтарын қалай жауап бересіз? Қайнату, оқыту барлығын мен өзім үйретемін. Дайын болғанға дейін мен дүкенімді істей алады. Және мен өзім барлық осы заттарды өзім сатамын. Қазір базарда көп, бұрынғыдай емес. Мен ашқан жылдар ешқай жерден табылмайтын. Қазір қандай базарға барсаң, стакан сататын бәрінде бар. Ал баға жағы? Мен базардан әлдеқайда сатамын. Сізден оптым ала алады? Оптым ала алады. Кәдімгіше базардан минимум 5 теңге арзан болады. Жақсы, енді дәл сіз сияқты осылай бабл-тиді ашқан ханымдарымыз немесе ер азаматтар, бұл кейде отбасылық кәсіп ретінде де жүргізіп жатады. Көбінше сізден алушылар отбасылы балалары дәмін татқаннан кейін осы кәсіпті ашқылары келеді. Мен келіп едім, мұнда өте тұтынушылар көбейе бастаған сияқты. Менің аяғым жалпы құтты. Здравствуйте. Келіңіздер. А вот эти кругляшки, они не опасны? Нет, это полезно. Ой, молодец, сұрақты қалай күшті қояды. Күшті сұрақ қойып жатыр. Өзінің денсаулығын ойлайтын бала екені көрініп тұр. Мына жемчугтардың құрамы адам денсаулығына зиян емес пе дейді. Атың кім? Алан. Алан? Алан. Қазақша білесің бе? Қазақша білмейсің бе? Өкінішті. Жақсы, тапсырыс бере ғой. Үлкен, кішкентай, маленький, большой. Бижамал ханымның өзі, 38 тапсыршы. Әлде сіздің сатушыларыңыз да дәл сондай уақыт аралығында Жоқ, мені әзірге дейін рекорд орнатқан жоқ дейсіз. Рекорд орнатқан ешкім жоқ. Бір жарым минутта шығарады. Өзіңіз бұл істі сүйіп жасағаннан кейін, осындай бір махаббатпен жасағаннан кейін, бұл кәсіпке де махаббат қажет қой енді. Барлық жұмысқа махаббат қажет деп ойлаймын өзім. Осыдан 5 жыл бұрын Бижамал ханым ұлына аяғы ауыр болған кезде 30 мың теңгеге тоқтамай бабл-ти ішіп, содан кейін бұл салада ақша бар, бұл шайды өзім де дайындап іше аламын деп ашылған кәсіп екен, иә? Әр кәсіптің өзінің тарихы бар ғой енді. Барып, оқып, барлық қыр-сырын біліп. Жігіттер, екеуіңе де. Orange Paradise және Red Oreo. Ас болсын. Спасибо. До До свидания. свидания. Жалпы осы бабл-тиді Қазақстанға алғаш кіргізген ханымсыз. Менің қатарындасыз. Жалпы бұл бабл-тиді сату үшін арнайы бір лицензия, рұқсат қағаз немесе қандай да бір құжаттар талап етіле ма біздің елімізде? Жалпы талап етіледі. Барлық салада, тамақтану саласында әсіресе қатаң түрде талап етіледі. Лицензиялары бар, кәдімгі ESO сертификаттары бар. Халал өнім ғой? Халал өнім. Қазақстан ұйымының халал сертификаттары бар. Жақсы. Ал жалпы бұл нарықтағы осы бабл-тилардың бағасын бекітіп және соны қадағалап отыратын арнайы бір тапсырмалар сондай беріле ме сіздерге? Әлде өздеріңіз сапаға қарай қоя бересіздер ме? Сапаға, арендаға байланысты қойылады бұның бағасы. Сондықтан да әртүрлі дейсіз? Әртүрлі. Енді қазір ең қымбат бабл-тиді 3.000 теңгеге дейін барады ғой. Қымбат райондардағы бабл-тилер 3.000 теңгеге. Ең қымбаты 3.000 теңгеге дейін барады. Жақсы. Бабл-тидің да басқа қандай өнімдер бар? Дәл қазір жоқ, скоро болады. Бір моти біз саттық. Тағы не саттық? Пончик, енді тәттілер, чайы саттық. Пайларын саттық қой, үшін чайдың. Чайдың қасында жейтін пайларын саттыңыздар. Жақсы. Енді алдағы уақытта осы бабл-ти бойынша қандай жоспарларыңыз бар? Авторлық шайлар өмірге келе ма? Жоқ әлде тағы да басқа жаңа өнімдерді қосасыздар ма? Жаңа натуральный өнімдерді қоссам деп өзім планында бар. Натуралды краскасыз деген сияқты. Зияны жоқ. Ішкен адам ертең ренжімейтін, тамақ ауырқамайтын, скорыймен кетіп қалмайтын деген сияқты. Бізде көп таныстарымыз бір чай ішіп скорыймен кетіп қалған. Ол неден болуы мүмкін? Тазалықтан болатын болуы мүмкін, краскадан болатын болуы мүмкін, әртүрлі. Сізде енді барлығы табиғи өніммен жасалған. Ондай 5 жылдан бері болған жоқ. Тарихыңызда шүкір. Жақсы. Ешқандай клиенттерден шағым айтылмай, ішіп көріп бағаннан дәмі ұнамайды деп әкеп берген сәттер болды ма? Жалпы болған жоқ, бірақ сондай бір адамдар болады екен, бір адам кезіккен ешқандай. Ақша жасау мақсатында болған 2000 ертеректе менде ол кезде қасқырлау болмаған, бала күшік кезім ғой. Мен талақысы кеп, біраз талант барып, қайтып қалдым жолдан. Мен де талақтадым соң кейін. Мен де дес бермедім. Ол кісі андай екен, өзі сөйтіп, оның кейін естіп қалдым бірнеше жерден.
любой бизнеске кіріп сөйтіп ақша жасайтын. Сондай мошенниктер де бар екен ғой. Аферистер бетіңе қарап тұрып сені қойып кетеді. Әрине. Бір сондай адамға ұсталдым 3 жылдың алдында ма. Жақсы, енді Бижамал ханым, өзіңіз бір емес осы бірнеше кәсіптің иегері ретінде, жалпы енді общепит деп қарастырамыз ғой бұны да. Осы салада 5 жыл көлемде жұмыс істеген кәсіпкер ретінде қаншалықты қиын және қаншалықты жақсы? Енді былайша айтқанда жатқанға жан жумайды дейді ғой. Істесең ақша табасың, қимылдасаң. Бір жеріңді көтерсең ақша бар Қазақстанда, кез келген жұмыста. Мен өзім солай айтатын едім. Енді жәнегі дүкен ашты, мен бастық болдым деп жатсаң, жатасың қарыздың астында. Өзің бірге жүгірсең, қарыздарыңды да қосып жауап береді. Кәсіпкерге ең қажетті мінез қандай? Енді жәнегі мінезден дейді ғой, адамның адамдылығы мінезден болып тұр ғой. Барлық кәсіпте кішіпейілдік. Бастық болмауың керек меніңше, жұмысшыларға да досы сияқты тең қарым-қатынас. Жұмысшыларға егер бастық сияқты қарасаң, тұрмайды. Менің плюсім ең жақсы жерім, менен жұмысшы кетпейді ғой. Үйленіп, 2 қабат болып бірақ кетеді. Тек декретке кетеді. Тек декретке кетеді жұмыстан енді. Осы жердегі жұмысшым кеткен күні түстен кейін звондады ғой, мен қайта келем болды, кетпеймін деп. Қайтадан келді ғой. Демек, бастық тек қана тапсырма беріп, бастық болып отыру емес, бірге дос болып, тең қарым-қатынас ұстай білу дейсіз ғой. Жақсы, өзіңіз кәсіпте қолданатын негізгі қағидаңыз қандай? Менде енді чөткілік дейміз ба, шыншылдық па? Нақтылық, адалдық. Адалдық қой барлық жерде. И мен тағы бір плюс қасиеті, мен касса санамаймын. Неге? Ол кәсіпкерге керісінше емес па? Жоқ, бәрі сөйтіп айтады да. Өйткені кәсіп есептен тұрады ғой енді. Бәрі сөйтіп айтады ғой. Жоқ, мен сатушым қымқырып қалды, бір стаканды алып қалды деген менде ой болмайды да. Жаман ойламайсыз. Жаман ой бойламағаннан кейін олар тіпті от души болады саған. Олай істеуге өздері де ұялады дейсіз ғой. Осыған қатты көзім жетіп, соңғы кездер тіпті. Кассадан кейде отырып есептеген кезде вообще кем шықпайды ғой, таң қаламын соған. Демек, бұл адалдық сіздің де ойыңыздың және сатушыңыздың да сондай бір сізге деген алғысы шығар бәлкім. Мүмкін. Жақсы. Енді алдағы уақытта Bubble Tea шай өнімдеріне қатысты жақсы жаңалықтар күтеміз. Сонымен қатар енді егер де дәл осы салаға қатысты обучение немесе консультация, жалпы осындай кішігірім дүңгіршектерден Bubble Tea сияқты болмаса осы сұраныстағы өнімдерді ашқылар келетін кез келген көрерменге консультация бере аласыз, көмектесе аласыз. Жеке консультацияңыз бар ма? Тек бір реттік келіп, жалпы қалай деген сияқты бар. Қанша теңге? Мен оған ақша алып көрмеппін, шын айтам. Талай адам келіп көрді. Білмеймін, Бижамал ханым, сіз кәсіпкер емес, бір қайырымдылық қоры сияқты жұмыс жасап. Талай адам келді, реально ашсам бола ма? Ішкі кухнясын таныстырып берген, реально талай адамға бердім солай. Бірақ қызық, тегіннен ақпарат берем. 2-3 күннен кейін біреу келіп тұрады, 500 мыңға, миллионға обучение оқығанға. Демек, сіз өзіңіздің қолыңыздың ашық жомарттығыңызды Алла тағала сізге бәрі екеселеп беріп отыр, иә? Шүкір. Бұл да өмір заңы деп қарастырсақ болатын шығар. Ендеше бүгінгі сүбелі сұхбатыңызға рахмет. Бижамал ханым, Алла тағала осы кәсібіңізге береке бере берсін. Бәсекелестерді басып озатын мықты өнімдеріңіз пайда бола берсін. Және өте дәмі аузынан кетпейтін, үнемі мақтап жүретін тамаша өнімдеріңіз клиенттерімізді қуанта берсін дегіміз келеді. Рахмет.